Дарын инклюзивті білім беру мектебі ашылды. 7-18 жас аралығында балаларды қабылдаймыз. Мекен жайыңыз телефон. Маған керек. Алло, саламатсыздар. Дарын инклюзивті білім беру мектебі. Яғни жаңа бойынша хабарласып тұрады. Пистолет қанатына ұрсып па? Осы инклюзивті білім беру мектебінің гимнастика пәнінің жалпы жылдық жоспарын дайындадым, соны қарап өтсеңіз. Рұқсат па? Саламатсыздар. Саламатсыздар. Келіңіз отырыңыз. Жаңа тақташасына көрген қамарамды бойынша келіп осы мектеп жөнінде мағлұмат алып кетсеңіз. Жалпы айта кететін болсақ, енді біздің инклюзивті білім беретін мектеп, яғни мүмкіндік шектеулі барлық балаларға толықтай өзінің біліммен қамтамасыз ете алады. Оған бізге көптеген қаражат та бөлінді осы мектепке. Сол арқылы біз, яғни мүмкіндік шектеулі кез келген баланы кез келген оқу түріне үйрете аламыз. Мысалы қалсақ, мен сіздің алдыңызда отырған бұл дене шынықтыру пәнінің толығырақ осы сағатта болып келеміз. Жалпы ол инклюзивті білім беру мектебінің дене пәнінің оқытушысы боламын. Жалпы бала бұл мектепте не ала алады деген сұраққа келетін болсақ, мен осы пәнді оқыту барысында балаларды физикалық тұрғыдан жетілдіруге, оларды сабақтан бөлек жалпы спорттық ойындарға баулуға, сонымен қатар баланың оқудан емес, оқудан тыс, яғни уақыттарда балаларды спорттық ойындарға үйрете аламын. Бұл арқылы бала өзінің келешекте тұлға болып қалыптасуында осы инклюзивті білім беру мектебінің барлық жағдай жасалады. Сонымен қатар біздің инклюзивті білім беретін мектеп барлық материалдармен қамтамасыз етілген. Яғни мүмкіндік шектеулі балалардың өзінің категориясын сыныптарға бөлу арқылы біз сол сыныптармен әрі қаратай оқуды жалғастырамыз. Мұғалімде хабардар, мысалы оқығанда барлығында курстардан. Енді осы сұраққа жауап бере кетейін, біздің барлық мұғалімдер жоғарғы оқу орындарын осы инклюзивті білім беру бағдарламасы бойынша аяқтаған және осы инклюзивті білім беру мамандары деп айта аламын, толықтай себебі мектеп директоры ретінде осы мектепке келіп балаңызды оқытуға жаңағыдай мүмкіндігіңіз міне өзіңізге әрине жеңісіңіз дейді. Бұл мұғалім біздің әр пәніне кіретін мұғалім. Толығырақ осы кісіде өзінің оқуына келсе, Алина жеңісқызы бізге қазір осы инклюзивті білім беретін мектепке өзінің баласын алып келіп отырған. Саламатсыздар ма? Мен осы инклюзивті білім беру мектебінде музыка пәнінің мұғалімімін. Есімім Дастан Арина Жеңісбекқызы. Мен бұл музыка пәнін оқытудағы мақсат бізде, яғни кейбір дарынды балалардың талантын әрі қарай ашып, қосымша жетілдіріп, одан әрі дамытып оларды. Сосын кейбір балалардың ынта-шеберіне қарай домбыра, гитара сынды, пианино сынды түрлі аспаптарды үйретіп, оларға сондай мүмкіндік жасап, әрі қарай шыңдалып дамуына көмектесу. Музыка пәнін оқытудағы басты мақсатымыз осы. Сіздерге көп рахмет. Қанағатымыз, мен осы мектепке баламды беруге ұйғардым. Сізден қандай құжаттар керек екенін? Алтын ханым, міне осы файлда барлық құжаттардың тіркемелері жасалған. Осы құжаттар бойынша сіз балаңызды осы мектепке тіркей аласыз. Рахмет. Сау болыңыз. Қазақстан Республикасындағы мүмкіндік шектеулі әрбір бала білім алуға тең құқылы. Әрбір жас келген ұрпақ өзінің жеке шығармашылық қабілетін шыңдауы тиіс. Білімді саналы ұрпақ, болашақ кепілі. Инклюзивті білім беру мекемелері көптеп ашылғанымен біз дені сау әрі сауатты балаларды қалаймыз.